Қайырлы күн. Менің атым Дәмелі, фамилиям Ермекова, Қарағанды қаласында тұрамын. 3 баланың анасымын, отбасым бар. Және қазіргі таңда ұлттық қолөнерге баулитын Қазынаскул деген мектептің директорымын. Бұл мектепке ашуыма сұраныс алып келді десем болады. Өйткені бұл өнерге мен арнайы білімім жоқ болып келдім. Тек қана ата-анамнан үйренгеніммен осы мектепті ашып кеткен жайым бар. Қазіргі таңда 5 жылдан асты. Осы мектеп 6-шы жылға жұмыс жасап жатыр. Бұл жерде біз қазақтың ұмытылған қолөнерін 8 жастан асқан балаларға және үлкендерге үйретіп жатырмыз, ересек адамдарға. Осы 5 жыл ішінде сұраныс көбеймесе азайған жоқ. Себебі біздің өзіміздің тамырымызға, негізімізге оралып жатқан қазіргі бір сондай бір заманда өмір сүріп жатырмыз, және бізде сол өзіміздің негізгі қазақы дәстүрімізге, қазақы қолөнерімізге деген талпынып іздеп жатқан адамдар өте көп. Сондықтан бұл өнер алдағы уақытта дами бермек деп ойлаймын. Одан бөлек мен жан-жақты дамығанды жақсы көретін адаммын. Қазіргі таңда Стэнфорд медицина университеті зерттеу арқылы 6 түрлі бағытта адам дамыған кезде ол адам ауқатты және денсаулығы мықты болады деп зерттеп соны дәлелдеген. Ол жерде ең бірінші салауатты дене. Мен өзімнің денемнің салауатты болуымен күнделікті айналысамын. Ешқандай залға бармаймын, үйімде өзімнің денсаулығымды күтіп, күнделікті жаттығулар жасап отырамын. Әртүрлі бұлшық еттерге арналған, бір күн аяқ жағымның бұлшық еттеріне, бір күн қолымның бұлшық етіне, бір күн арқамның бұлшық етіне деген сияқты өзімнің мынау Алланың берген аманаты дейді ғой, денеме сондай бір жауапкершілікпен қарайтын. Екінші ол салауатты сана. Біз санағымыз енді бір бала болып өмірге келген кезде біз дене болып келдік. Екіншіден ол санамыз бір 2 жасқа қарай пайда болады. Өзіміз дәретке сұранып деген сияқты. Сол сананы сіз қалай дамытасыз, солай сіз саналы боласыз. Мен қазіргі таңда өзімнің әкеме өте көп рахмет айтам, алғысымды білдірем. Осындай отбасында өмірге келгеніме, осындай отбасында туғаныма Аллаға мың шүкір деймін. Өйткені мен әкем, мен әріп танып, кітап оқып үйренгеннен бастап 2-ші сыныпта мен қолымнан жетектеп кітапханаға барып абоненттік кітапша ашқыздырып берген. Сонан бастап 2-ші сыныптан бері мен кітапханада кітап алып оқитынмын. Кітапхананың кітаптарын 8-ші сыныпта тауысып бітірген болатын, ауылдағы кітапхананың. Одан бөлек менің әкем 90-шы жылдарда қиын қыстау заманның өзінде үйге түрлі танымдық газет журналдарға жазылатын. Парасат деген журнал болатын, Мыңнан бір мезет, Жас Алаш, Егемен Қазақстан, Ұлан деген газеттер болатын, Балдырған деген журнал болатын. Сол журналдардың барлығын біз оқып өстік. Жан-жақты жаңағы ойлау қабілетіміздің жоғары болуы, сол IQ дейді ғой қазіргі тілмен айтқанда, соның барлығына біздің әкеміз жаңағындай бала тәрбиесіне саналы, жауапты қарағандығының арқасында, бізге осындай білім бергеннің арқалығында, осындай азық бергеннің арқасында қазіргі дәрежеге жетіп отырмын деп ойлаймын. Ол ақылды жаңағы салауатты сана. Үшінші ол қоғаммен байланыс. Мен осы студенттік шағымда Дейл Карнегидің «Публичное выступление. Как завоевывать друзей» деген кітаптарын оқыған болатын. Содан бері сол кітаптар менде настольная книга дейді ғой, жаңағы өзімнің жанымда жүреді. Адамдармен қарым-қатынас құра білу. Кез келген адаммен, ер адам болсын, әйел адам болсын, қандай деңгейде, жаңағына мен профессор адаммен сөйлесіп келдім. Ол кісімен алда жаңа жобалар жасайтын боламыз. Сол сияқты мен кез келген адаммен, кез келген тілдегі адамдармен де өзімнің бір мақсатымды жеткізе алам. Сол арқылы сөйлесе алам. Сондай бір қоғаммен қарым-қатынас құруға да ұмтылу керек. Міндетті түрде мен интроверт едім қазіргі таңда, мен зумер едім деген сияқты көз қарастан аулақ болу керек. Сіз міндетті түрде қоғамда өмір сүргеннен кейін қоғаммен байланысқа дұрыс түсе білу. Жаңағы здоровые отношения дейді ғой, қазіргі таңда сондай бір трендқа айналып жатыр. Міндетті түрде әрбір адамның жеке шекарасына өтпей сөйлесе білу деген сияқты сондай нәрселерді өз бойларыңызда дамыта білсеңіздер деп мен жастарға кеңес берер едім. Одан кейінгі не? Тұлғалық даму. Сіз өзіңіз қоғамда қандай адамсыз? Әрбір адам осы қоғамда сапалы тұлға болып, сапалы бір қоғамның мүшесі болуға ұмтылу керек деп ойлаймын. Өз балаларымды да соған жетелеп отырам. Себебі біз өмірге келеміз, кетеміз. Абайдың бір сөзі бар ғой, адам бір, боқ көтерген боқтың қабы дейді. Келіп, ішіп, жеп, сол бір боқ көтерген боқтың қабы болып кетпес үшін, бір қоғамға бір пайдалы болу, қоғамға бір сапалы адам болу үшін өзіңді тұлға ретінде дамыту керексің. Бұны жаңа Стэнфорд медицина университеті айтқан, әрбір адам өзін тұлға ретінде дамытқан кезде ғана ол адам өзін бақытты сезінеді деп. Ол да бір адамды бақытты сезінетін бір көрсеткіштердің бірі.
Одан кейін әрине ол біздің қаржылық әл-ауқат, қаржылық, өйткені қазіргі таңда үйден шығу үшін ол да қаржы. Лифтіға ақша төлеу керексің, жаңағы жол жүруге ақша төлеу керексің, автобусқа мінсең де 100 теңге төлеу керексің деген сияқты. Сондықтан сіз міндетті түрде өзіңіздің қаржылық әл-ауқатыңызды көтеруге тырысу керексіз. Мысалға, сіздер енді мына жерде ұлт қазынасы бойынша біз жастармен жұмыс жасап жатырмыз ғой. Қазір енді 16-14 жастан асқан балалар, олар өздерінің бір табыс көздерін біле бірсе, қазір онлайн жұмыстар бар деген сияқты. Өйткені барлығы қаржыға келіп тіреледі. Ол қаржыны міндетті түрде жаңағы ата-анаға аузымызды ашып, немесе мысалға біз енді әйел ретінде айтатыным, көбінесе әйел заты күйеулеріне ауыздарын ашып, соның мойнында отырады. Сол кісі бізді асырау керек, сол мені соған міндеттеп отырады. Негізінде әр адам өзі қамтамасыз етуге ұмтылу керек. Қазіргі жаңда сіз өзі жеке тұлғасыз, сіз жеке өмірге келдіңіз, сіз жеке жаңағы о дүниелік боласыз. Сондықтан сіз өз-өзіңізді қамтамасыз етіп үйрену керек болғандықтан сіз табысты да таба білу керексіз. Оған да оны да сіз ойластыру керексіз. Мен мысалға қазіргі таңда осы бірнеше табыс көзім бар. Оның бірі осы қолөнер мектебі болса, екіншісі қолөнер жиынтықтарын жасап, оны мен Каспий дүкен арқылы сатып, Қазақстан бойынша барлық жерлерге жеткізіп отырған жайым бар. Ол жиынтықтар арқылы қазір Қазақстанның түрлі жерінде, мектептерде семинарлар өтіп өтеді, ашық сабақтар өтіп өтеді. Қаншама адамның алғысын алып жатырмын. Ол бір жағынан жаңағы ментальды жағынан маған плюс, ол адамдар маған алғыс білдіріп жатыр, өздерінің нәтижелерімен бөлісіп жатыр. Екіншіден, олар маған қандай да бір қалтама қаржы әкеліп құйып жатыр. Сондықтан сіздер өздеріңіздің жаңағындай ешкімге кесірін тигізбейтін, ешкімге нетпейтін сондай бір табыс көзін табу. Мысалы, жаңағы қазіргі таңда өте көп қой. Енді көбінесе жастарды курьер ретінде шақырады да, мысалға закладчик деген нәрселер бар, сондай сияқты нәрселерден аулақ болу үшін, өздеріңізді ақша табам деп жүріп бір нәрсеге ілігіп кетпес үшін, сондай бір өздеріңіздің дұрыс табыс көздеріңізді білу керексіздер деп ойлаймын. Одан кейінгі соңғы 6-шы күлте, жаңағы 6-шы бағыт Стендоты медицина университетінің зерттеуінің арқасында табылған. Адам бақытты сезінеді, оның қоршаған ортасы таза болған кезде. Қазір енді жаз айы, барлығымыз таза ауаға шығамыз, пикник дейміз, бір жаңа көлдің жағасына барамыз, тауға шығамыз. Сол кезде біз өзімізді жақсы сезінеміз, бір бақытты сәттер деп ойлаймыз. Сол жерде өзіміздің артымызды таза ұстау. Сол жерде артыңды таза ұстап, таза қалдырып, ешқандай бұтақтарды сындырмай, ешқандай гүлді жұлмай деген сияқты. Соның барлығы адамның саналылығына әкеліп соғады. Сондықтан әрбір адамға менің кеңес беретін болсам, енді өз атымнан, мен бірақ кеңес беретін де сондай бір деңгейге жеткен жоқ, бірақ өз атымнан айту керек болсам, мен айтушы едім, сіздің жақсы өмір сүруіңіз, сіздің бақытты сәттеріңіз басқа адамға кесірін тимеу керек. Сіз мысалға таза ауада жақсы демалып жатсыз, сіздің сол таза ауада жақсы демалып жатқаныңызда не табиғат зардап шекпеу керек, не басқа адам зардап шекпеу керек. Өткен жолы бір кісімен жолда серіктес болдық, сол кезде ол кісі айтып жатыр да, мәдени демалыс деген, ол жаңа театрға бару деп түсінеді екен. Мәдени демалыс деген сіздің демалысыңыз өзіңізден басқа адамдарға кедергі келтірмейтін демалыс болу керек деп ойлаймын. Сіздің демалысыңыз не табиғатқа кедергі зиян келтірмеу керек, не жан-жағыңызда демалып жатқан адамға кедергі келтірмеу керек деп. Сол сияқты сіздердің де ой өрістеріңіз жоғары болу үшін үнемі ізденісте болыңыздар, үнемі оқыңыздар дерен. Қазіргі таңда бір анандай стереотип қалыптасты ғой. Әлемді троечниктер басқарады деген. 3-ке оқыған адамдар 5-ке оқыған адамды асырайды деген. Оның барлығы жаңағы 3-ке оқитын адамның өзінің ойлау дәрежесінің саяздығынан солардың бір пропагандасына шығып жатыр. Қазақта бір сөз, бір ән бар ғой, жаңағы жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айғайлайды деп. Сол бір 3-ке оқыған адам бір кішкене сәл бір жетістікке жетіп, соны айғайлап айтып, мен 5-ке оқыған әйелімді қазір асырап отырмын деген сияқты сондай бір нелерді. Негізінде барлық жерде жетістікке жететін адам, көп ізденген адам, көп білімді болған адам, жан-жақты дамыған адам қазіргі таңда жетістікке жетеді. Ол адам қазіргі таңда кризис деп айтып атамыз ғой. Кризис менеджер болу үшін
өзіңнің мысалы отбасыңды бір кризистан алып шығу үшін сіз жан-жақты білімді болу керексіз. Сіз әрбір жолыңызды біле білуіңіз керек деп ойлаймын. Енді мына қолөнерге қайтып келетін болсақ, ұлттық қолөнер деген нәрсе біздің жаңағы бүкіл әлемнен ерекшелендіріп тұратын дүниеміз. Мысалға біз бәрібірде орыс болмаймыз, не араб болмаймыз, не Европа болмаймыз, не американдық болмаймыз. Біз қазақ болып туылдық, қазақ болып өмірден кетеміз. Оның арасында кім қандай дін қабылдайды, кім қандай коучты тыңдайды, оның өзі еркінде. Бірақ енді біз қазақ болып келіп, қазақ болып кеткеннен кейін қазақтың дәстүрін, қазақтың салтын, қазақтың қолөнерін дәріптеуіміз керек деп ойлаймын. Мен өз бар білетінімді бөлісіп жүрмін қазіргі таңда. Өйткені біздің үйімізде ата-анам жыл сайын 1800 жылдардан бері Ермек атамнан қалған киіз үй болатын. Қазір енді уже әбден тозығы жетті, уже 3-ші ғасырға кеткеннен кейін. 2005 жылға дейін сол киіз үйді жыл сайын тігетінбіз. Жыл сайын тіккен кезде оның жаңағы кем құтық жерлерін жөндеп, сынған жерлерін бүтіндеп, жыртық жерін бүтіндеп, сол үшін киіз басатынбыз, сол үшін арқан есетінбіз, сол үшін шашақтарын жөндейтінбіз, шейін тоқитынбыз. Соның бәрін бала болсақ та соған араласа жүріп, күнделікті тұрмыс тіршілікте соны бойымызға сіңіріп, көзімізбен көріп, қолымызбен істеп, сөйтіп ата-анамыздан үйренген жайымыз бар. Соны қазіргі таңда мен барлық қазақстандықтарға үйретіп жатырсың десем болады. Соны жаңағындай шипазыл, текеметім, сырмақ, біздің кесте деген осындай кішкентай қорапшаларға салып, ішіне нұсқаулығын түсіріп, қазіргі тілмен айтқанда упаковать дейді ғой. Сөйтіп екшеп, жан-жағын бәрін бүйтіп ықшамдап, сөйтіп салып, Қазақстанның бүкіл халқына паш етіп отырған жайым бар. Одан бөлек айта кететін нәрсе, қазір қолөнерді, енді мысалға Қасым-Жомарт Тоқаев та айтты ғой, бізге ұлттық қолөнерімізді, ұлттық құндылығымызды көтеруіміз керек, оны әрбір мектепке енгізу керек деп. Мен 21-ші жылы ашқан кезде бұл мектепті ондай нәрсе болмаған, ол кісі 23-ші жылы сондай үндеу тастады. Содан бері бізде қазір көзқарас мемлекеттік деңгейде өзгерді. Қазір креативтік фондтан да жаңа бізге көңіл бөліп жатыр. Соның барлығы бізді қуантады. Біздің ұлттық құндылығымыз қандай да бір мемлекеттік деңгейде жаңағы жоғары дәрежеге көтеріліп жатқандығы, соған бір көңіл бөлініп жатқаны бізді кішкене қуантып отыр. Оның болашағы жарқын деп ойлаймын. Сондықтан осы бағытта дамимын деген жастар болса, мархабат, маған келіңіздер, жол көрсетуге әрқашан дайынмын.